Қайырлы күн, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша келесі дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы етістіктің лексика-грамматикалық категориялары. Бүгінгі дәрісте етістіктің лексика-грамматикалық категориялары рай категориясы, шақ категориясы және жақ категориясының түрлері мен семантикалық сипаты, ерекшеліктері, түрленуі және сөйлемдер қызметін қарастыратын боламыз. Грамматикалық категориялар деп етістік түбірі білдіретін жалпы грамматикалық мағынаға ешбір өзгеріс енгізбей, оған қосымша грамматикалық мағына үстейтін және жіктеуге негіз болатын белгілі бір грамматикалық тұлғалар жүйесінің жиынтығын айтамыз. Бірінші, рай категориясы. Рай категориясы деп нені айтамыз? Рай деп сөйлеушінің қимыл іс-әрекетке көзқарасын, қимылдың шындыққа қатысын, яғни модальдік мән беретін етістіктің грамматикалық категориясын айтамыз. Етістіктің райларының қандай түрлері бар? Бірінші, ашық рай, екінші, шартты рай, үшінші, қалау рай, төртінші, бұйрық рай деген төрт түрі көрсетіліп жүр. Ашық рай деп не айтамыз? Ашық рай қимылдың, іс-әрекеттің белгілі бір негізде болу-болмаумен, яғни шақтық ұғыммен байланысты. Басқаша айтқанда, үш шақтың бірінде қолданылған етістікті ашық рай тұлғасында тұр деп есептейміз. Шартты рай. Шартты рай деп қимылдың, іс-әрекеттің болу-болмау шартын білдіріп, етістік түбірлеріне, немесе етістіктің етіс, күшейтпелі етістік, болымсыз етістік тұлғаларының үстіне сасия жұрнағы жалғану арқылы жасалып, жіктеліп қолданылады. Бұйрық рай деп қимылдың, іс-әрекеттің орындалу-орындалмауында біреуге бұйыру, тілек ету, түрткі болу сияқты мағыналарды білдіретін райдың түрін айтамыз. Бұйрық мәні әдетте екінші жақта айқын көрінеді. Үшінші жақта бұйыру, өтіну мәні басым болады. Ал бірінші жақта бұйрықтан гөрі сөйлеушінің қимылды іс-әрекетті өзі ниет етіп орындайтындығын білдіру мәні басым болады. Қалау рай айтушының қимыл іс-әрекетті жүзеге асыруға бағытталған ниетін, тілегін, ынтасын білдіріп, етістік түбірмен етістіктің күшейтпелі, болымсыз етістік тұлғаларына ғ, г, қ, к қосымшасы үстеліп, оның үстіне тәуелдік жалғау қосылып, кел көмекші етістігінің тіркесу арқылы немесе етістік түбірлерге саси, игі, еді, ғайбе, са, екен тәрізді аналитикалық форматтар тіркесу арқылы жасалады. Келесі шақ категориясы. Шақ іс-қимылдың, жай-күйдің орындалу мезгіліменен сөйлеп тұрған уақыт арасындағы қарым-қатынасты білдіретін грамматикалық категория. Әдетте шақты айтқан кезде ол мезгілді, қандай да бір нақты уақытты білдіреді деп түсініп жатады. Ол дұрыс емес. Шақта нақты уақыт мезгіл болмайды. Сол себепті орындалу мезгіліменен сөйлеп тұрған уақыт арасында қарым-қатынасты көрсетеді дейміз. Яғни бұл мысалға өткен шақта болатын болса, мәселен, ол келді дегенде нақты уақыт мезгіл жоқ бұл жерде. Тек сөйлеп тұрған сәтпен салыстырғанда оның іс-әрекеттің өтіп кеткенін көрсетіп қана тұрмыз. Сондықтан шаққа анықтап берген кезде осыған ерекше назар аудару қажет. Шақтың қандай түрлері бар? Шақтың жалпы үш түрі көрсетіледі. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Оның әрқайсының өзінің түрлері бар. Осы шақтың екі түрі бар. Нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ. Ал өткен шақтың үш түрі бар. Бұрынғы өткен шақ, жедел өткен шақ және ауыспалы өткен шақ. Олардың қосымшалары есімше, көсемше, жұрнақтары. Ал келер шақ үшке бөлінеді. Болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ, ауыспалы келер шақ. Олар да көсемшенің, есімшенің жұрнақтары арқылы жасалады. Келесі етістіктің жіктелуі. Етістіктің жіктелуі дегеніміз, етістіктің жіктік жалғауларын қабылдап, қимылдың қай жақтағы субъектіге тән екенін көрсететін жалғау деген сөз. Яғни іс-әрекет қай жаққа, кімнің тарапынан орындалатындығын көрсету деген сөз. Жіктік жалғаудың үш жағы болады. Бірінші жақты сөйлеуші жақ дейміз, екінші жақты тыңдаушы жақ дейміз, үшінші жақты бөгде жақ деп айтамыз. Етістіктің жіктелу ерекшеліктеріне тоқталайық. Жалпы алғанда жіктік жалғауларының 7 түрі бар деп көрсетеміз. Ол жіктік немесе жақ категориясын құрайды дейміз. Ал енді оның әртүрлі қосымшамен жіктелетіндіктен етістіктеріміз, оның тұлғалары біркелкі емес. Мәселен, етістіктің есімше тұлғалары, қалып етістік тұлғалары және есім сөздеріміз біркелкі жіктеліп, біркелкі қосымшалармен келеді.
шарттырай тұлғасындағы етістіктер менен жедел өткен шарт тұлғасындағы етістіктер біркелкі жіктеледі. Етістіктің бері қайта жіктелу тұлғалары алдыңғы жіктеулерден ерекше болып келеді. Мұнда екінші жақта жоғарыда айтқандай нөлдік тұлға кездеседі. Сен бар, сен кел, сен айт дегенде басқа формаларда алдыңғы жіктеулерге ұқсамайды. Мәселен, мен барайын, сен бар, сіз барыңыз, ол барсын. Біз барайық, сендер барыңдар, сіздер барыңыздар, олар барсын. Бері қайта жіктеу осылай болады. Яғни мысалға барайын дегенде жалғауымыз айын, барайық дегенде айық деген жіктік жалғауы болып табылады. Ал енді жалпы алғанда жіктік жалғаулар осылай 4 түрлі жалғанады, бірақ 5 түрлі жіктеледі деп айтылады. Оның 5-ші түрі, ерекше жіктелетін түрі қалау рай. Яғни қалау райда жіктеу басқа жіктеулерге ұқсамайды деген сөз. Ол жерде есімдігіміз мен сен тұлғасында емес, менің сенің тұлғасында келеді. Соған қарап, оны кейде тәуелдеумен шатастырып жатамыз. Бұл жерде есте ұстайтын нәрсе, ешқандай етістік тәуелденбейді. Етістік тек қана жіктеледі дейміз. Менің барғым келеді, сенің барғың келеді, сіздің барғыңыз келеді, оның барғысы келеді деген қалау райда жіктеген кезімізде жақтық мағынамыз сонда менің, сенің, сіздің, оның түрінде беріліп тұр. Жақтық ұғым қимыл іс-әрекеттің қай жақ арқылы жүзеге асатынын білдіреді, субъект мен предикат арасындағы семантикалық және грамматикалық қатынасты көрсетеді дейміз. Яғни қимыл әрекеттің бірінші, екінші немесе үшінші жаққа қатысты екендігін, яғни сол іс-әрекетті орындаушыны көрсетіп, парадигмалық түрлену жүйесін құрайды. Етістіктің сөйлемдегі қызметі қандай? Етістік жіктеліп келіп, баяндауыш қызметін атқарады. Екіншіден, қимыл атаулары, яғни тұйық етістіктер, атау септікте тұрып, бастауыш болады. Есімше тұлғалары зат атауымен тіркесіп келіп, қимыл атаулары ілік септікте тұрып, анықтауыш болады. Көсемші тұлғалары немесе етістіктер кейбір тұлғалармен тіркесіп келіп, пысықтауыш қызметін атқарады. Қимыл атаулары септеліп, атау мен іліктен басқа септіктерде тұрып, толықтауыш қызметін атқарады. Яғни негізгі қызметі баяндауыш болғанмен, басқа да сөйлем мүшелерінің қызметін атқарады. Ол әсіресе етістіктің ерекше тұлғаларымен келуіне байланысты. Ыбырайым Маманов, Нұржамал Оралбай, Аққал Қалыбаева, Сейілбек Исаев, осы кісілердің зерттеулерінен, тағы басқа да көрсетілген әдебиеттерден осы тақырыптарды толықтай қарап таныса аласыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.